бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанда көңілге ықылас пен тоқылық, балаларға базарлық. Ассаламу алейкум достар. Сіздермен бірге балаларға базарлық хабары. Микрофон алдында Мусимхан Нұртөре және Нәби Мұхаммед. Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы 5 парыздың бірі иман келтіру. Иман келтіру дегеніміз Алладан басқа тәңір жоқ екеніне және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның оның елшісі екеніне шын жүректен сену. Нұртөре, мұсылман болудың да дәлелі осында жатыр емес пе? Әрине Мұхаммед, біз ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху, яғни Алладан басқа тәңір жоқтығына және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның жіберген елшісі екеніне куәлік етемін деп айтып мұсылман боламыз. Балалар, әрқайсымыз осыны жаттап, шын жүректен сезініп жүруіміз қажет. Алла тағаланың құдіреті күшті, бізді жоқтан бар етіп жарататын да, ата-аналар арқылы бізді асырап бағып қағатын да Алла. Ауыртатын да, шипасын беріп жаздыртатын да бір Алла. Бізді сынайтын да, қуаныш сыйлайтын да Алла. Балалар, сондықтан да қандай жағдай болмасын, тек бір Аллаға ғана құлшылық етіп жәрдем сұраймыз. Ал Мұхаммед пайғамбар біздің үлгі тұтатын тұлғамыз. Оның әрбір іс-қимылы, мінезі, жүріс-тұрысы біз үшін үлгі. Алла тағала Құран кітапты Мұхаммед пайғамбар арқылы біздерге жеткізді. Және Құранда да Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды сендерге елші қылып жібердік деп айтылады. Міне достар, біз әрқайсымыз Алладан басқа тәңір жоқ деп және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі екенін айтып жүрегімізбен сезінген кезде парыздың бірі иман келтіру амалын орындаған боламыз. Достар, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.